Баршаңызға қайырлы күн достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге хит болған меренговый рулеттің оп-оңай рецептін ұсынамын. Міндетті түрде менімен бірге соңына дейін болыңыз. Мені жоғалтып алмас үшін алдымен осы видеома лүпіл басып, арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпа. Алда шығатын жаңа видеоны міндетті түрде ең бірінші боп көретін боласыз. Меренга дайындау үшін бізге бөлме температурасындағы 4 дана жұмыртқаның ақ уызы, 2 ас қасық жүгері крахмалы, 2 шай қасық лимон сығындысы және 200 грамм қант қажет болады. Құрғақ таза ыдысымызға жұмыртқаның ақ уызын сары уызынан ажыратып аламыз. Енді алынған ақ уызға қантты шет-шетінен қоса отырып, миксердің жай жылдамдығымен араластырамыз. Миксердің жылдамдығын масса қоюланған сайын жоғарылатамыз. Қант пен ақ уыздың қосындысы міне осылай қою болуы шарт. Ыдысты төңкеріп тексереміз, өз формасын ұстап тұр. Бізде мінекей меренга шықты. Енді 2 ас қасық жүгері крахмалы мен 1 шай қасық лимон сығындысын қосып, миксерсіз тек қана лопатканың көмегі арқылы араластырамыз. Яғни жоғарыдан төменге қарай араластыруымыз қажет. Противеньге жақсы сападағы пергаментный бумага жайып, меренганы саламыз. Біркелкі етіп жайып шығып, алдын ала қызған пеште 160-170 градуста 30-40 минут пісіріп аламыз. Егер меренганың беті сынғыш болса, яғни дайын деген сөз, пештен шығарып пергаментный бумаганы алып, енді крем-чиз дайындаймыз. Ол үшін құрғақ таза ыдысымызға салқын күйдегі 300 грамм кілегейді салып, миксердің жай жылдамдығынан бастап араластырамыз. Менде 35% кілегей қоюланып, өзінен соң із қалдыра бастағаннан кейін творожный сыр мен қант ұнтағын салып, барлығын бір миксермен араластырамыз. Меренганың бетіне дайындаған кремамызды жағып, өз қалауыңыз бойынша жеміс-жидек салсаңыз болады. Кремнің өзімен де өте дәмді шығады бұл рулет. Шетінен бастап орап, рулет қылып ораймыз. Қалған кремнен бетін әсемдеп шықтым. Мінекей сүйікті көрермен, меренговый рулетіміз дайын болды. Өте нәзік, жұмсақ, тәтті, дәмді рулетті сіздер жасап көріңіз. Егер де рецепт ұнаса, лүпіл басуды ұмытпаңыз. Алда мен сіздермен осындай мини пиццалардың рецептісімен бөлісетін боламын. Оны өткізіп алмас үшін міндетті түрде каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз.